Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сметанник пирогын жасайтын боламыз. Оңай әрі қарапайым қолжетімді ингредиенттен тұрады. Сметанник пирогы тез әрі қарапайым жылдам дайындалады. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде сіз де жасап көріңіз. Қамырын дайындау үшін сары май, ұн, қант, жұмыртқа, көпсұтқыш керек. Барлығын алдымен дайындап аламыз. Барлық ингредиенттерді бейненің астына жазып қоямын. Алдымен ыдысқа ұн мен көпсұтқышты араластырып електен өткізіп аламыз. Оның үстіне қант саламыз. Енді жұқа етіп туралған сары майымызды салып, қолымызбен осылай үгітеміз. Бізде песочный тесто шығу керек, орысша айтқанда крошки болып шығу керек. Екі қолмен дәл осылай істесеңіздер, видеода көрсетілгендей, сіздерде оңай песочный тесто шығады. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, қамырды біріктіреміз. Қамырымыз осылай бірігіп шықты. Енді пищевой пакетке салып, тоңазытқышқа 30 минут салып қоямыз. Енді формамызды дайындап аламыз. Менде диаметрі 24 см етіп алдым. Және бізде тоңазытқышқа тұрған қамырымыз 30 минут өтті. Қамырдың жартысын алып, жаңағы формамыздың астына осылай жайып қолымызбен тегістеп аламыз да, қалған бөлігін жанына шығару үшін, бортик дейді ғой, жанын шығару үшін осылай жасап шығамыз. Және стаканның көмегімен қамырымыз тегіс шығу үшін дәл осылай тегістеп шығамыз. Ал жанындағы қамырымыз тегіс шығу үшін осындай вилканың немесе қасықтың көмегімен тегістеп аламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа қаймақты саламыз. Менде 20% дүкеннің қаймағы, қант саламыз және жұмыртқамызды салып, жаймен араластырамыз. Ванилинді қостым мен, аздап дәмі шықсын деп, бірақ бұл міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Енді венчиктің көмегімен жайлап араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды, тек қоспамыздың басы біріксе болды. Енді осы салмамызды қамырға құямыз. Мен алдын ала пешті 180 градусқа қыздырып қойдым. Қызған пеште 30 минуттың шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенні беті осылай кішкене сарғаяды. Пирогты толықтай суытыңыздар, суығасын барып кесіп, қонақтарыңызға ұсынуға немесе өздеріңіз жеуге болады. Достар, егер рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Және бөлісу батырмасымен достарыңызға бөлісуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Каналымда сіздерге қажетті барлық рецепттер бар. Осы рецепт ұнаса, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіз. Сәттілік істеріңізге.